халқым деп қапты ғой. Бұл қатысушылар қашаннан бері халқым деп қалғанын білмеймін енді. Негізі Абылай айтып жатыр да, осыған дейін ассалаумағалейкум халқым деген Абылайдың аузынан шықпаған негізі. Бүгін айтып қапты. Жарайды енді. Халық негізі андай жек көреді. Жағымпаздарды жек көреді да ше. Маған келіңіздерші, халқым мені қолдаңыздаршы деген нәрсе ұнамайды деп ойлаймын. Сол себептен көзі қырағы көрермен тағы да айтамын. Ол біледі, олар кімнің ханзада екенін. Олар уже дайындап қойған. Сол себептен таласпаңдар. Сәл-сәл терең демалып, спокойно отыра берсеңдер жігіттер. Жоқ, кеше ғана мұны үстіп айтып отқан адам бір маска ма, 200-лік па түсінбеймін де Бауырзахан. Кеше ғана подарок сұрап отыр еді ғой, эфирде отырып халқынан ше. Енді келіп мына жерде халыққа жағымпазданып жатыр дейді да. Біз негізі ханзадасы олайынша негізі стримде де отырады деп ойламаймын негізінде. Ер мінезді болып, осы елдің алдында атсалысады деп ойлаймын да. Ондай бір осы жерде біреулер айтып қойған еді кезінде бір клоун деп па, бір нәрсе деп деген сияқты. Мынандай ғой енді, Абылай, сен айтып жатсың ғой, стримде отырады деп. Ол да халықтың алдыда, сен қазірде стрим сияқты. Енді бұл телеканалдағы сен стримде отырсың деген сияқты ғой. Сен неғып отырсың онда? Енді қараш, мына жерде көп халық негізінде теледар көретін адамдар стримде отпайды негізі Балауса ханым. Көбінесе осы статистикаға сүйенетін болсақ, енді бұл кісілердің өздерінің бір бөлек әлемі бар. Өздерінің қолдаушы бар сол жақта. Мен мынандай нәрсе, мен қазір кешірім сұраймын. Бізде мынандай, енді мен 3 жыл болды халық алдында келе жатырмын. Өзімнің сол TikTok әлеуметтік желісінде өзімнің белгілі бір аудиториям бар.